Проктологтардың айтуы бойынша үлкен дәретке бармау іш қатудың белгісі. Ағылшындықтар қалыпты жағдайда дәретханаға күніне 3 рет немесе аптасына 3 рет бару керек дейді. Ал қазақстандық дәрігерлер күн сайын таңертең үлкен дәретке отыру қажет деп санайды. Және бұл нормадан ауған жағдайда ол іш қату деп саналады. Осы видеода мен іш қату болмау үшін не істеу керек және оның жолдарын жинақтадым. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздерге бұл ақпарат өте пайдалы және қызықты болмақ. Айтпақшы, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар және жаңадан шыққан видеодан құр қалмасы үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен іш қатудың белгілерін қалай тануға болады? Осы тақырыптан бастасақ. Нәжістің шықпауына байланысты іш ауырады. Ауырлық сезім пайда болады. Ол тек үлкен дәретке шыққаннан кейін немесе желдің шыққаннан кейін ғана басылады. Іштің кебуі жүректің ауруымен қатар жүруі мүмкін. Тәпет азаяды, кекірік пен ауыз қуысында жағымсыз иіс пайда болады. Бас ауырып, буын әлсірейді. Көңіл күй түсіп, ұйқы бұзылады. Тері өзгерістеріне оның бозаруы, сарғаюы жатады. Несімен қауіпті? Дерттің асқынуы тоқ ішек ауруларына, тік ішектің түсуіне және қан кетуге әкеледі. Сондықтан дер кезінде дәрігерге көріну қажет. Сонымен басты тақырыпқа оралсақ, іш қату болмау үшін не істеу керек? Ғалымдар ағзадағы дене мүшелерінің өзара байланысын барынша зерттеуде. Бір дене мүшесінің ауруы қалғандарына әсер етеді. Көңіл күй мен жалпы денсаулық нашарлайды. Сондықтан ас қорыту жүйесін ең алдымен жақсарту қажет. Бірінші қадам дұрыс тамақтану. Бұл өте маңызды. Таңғы асқа дейін 1 стакан таза су ішуді әдетке айналдырыңыз. Ол ағзаңыздағы ояну керек деген белгіні жеткізеді. Көкөністерден клетчаткасы бар өнімдерді тұтыныңыз. Атап айтқанда укроп, сәбіз, брокколи, асқабақ, әртүрлі жидектер, банан, алмұрттар. Тағы бір шарт дұрыс ұйықтау. Кешке кино көріп, желіде отырудың орнына 2-3 сағат уақытыңызды артық тынығу мен ұйықтауға бөліңіз. Себебі бұл ағза үшін керек. Әйтпесе ағза мүшелерінің қызметі әлсіреп, нәжіс сыртқа шығарылмайтын болады. Көп қимылдаңыз. Іш қатудың тағы бір себебі дене белсенділігінің төмен болуы. Тынығу кезінде ағза нәжіс шығаруға қалыптаспаған. Сондықтан қолымыздан келгенше үнемі қозғалыс үстінде жүрсек қана іш қатудан қиналмайтын боламыз. Есіңізде болсын, дені сау адамға күніне 11.000 қадам жасау керек. Әйтпесе іш қатудан ғана емес, басқа аурулардан ем іздейтін боласыз. Дәретханаға таңертең барыңыз. Күн сайын үлкен дәретке отыруды әдетке айналдырыңыз. Дәрігерлер бұл әдістің дұрыс екенін растайды. Себебі түні бойы ағзамыз сыртқа шығарар нәжісті жинайды, келесі күні таңертең бірден дәретке отырып жеңілдеп қаласыз. Осыған дағдылансаңыз, ағзаңыз бен ас қорыту жүйесіне қатты көмектесесіз. Сіздерге іш қатудың белгілері мен күресу жолдары айтылды. Ал сіздер қандай күресу жолдарын білесіздер? Комментарийге бөлісе отырыңыздар. Айтпақшы, осы видеоның описаниесінде іш қатуға байланысты тағы бір пайдалы видеоның ссылкасы бар, қарап көрсеңіздер болады. Ал егерде осы видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп қоюды ұмытпа. Келесі пайдалы видеода көріскенше ем болсын.